Қазақ хандарын жалғастырамыз ары қарай. Бүгінгі сабақта Жәңгір ханды ішкі, сыртқы мәселелерімен толықтай танысатын боламыз. Жәңгір хан 1628, кейде 1629 жыл тақта отырған деп айтылады. 1652 жылға дейін қазақ хандығының басқарып, қазақтың ханы болып ел билеген болатын. 16-18 ғасырлардағы қазақ ойрат қарсыластығы 2 ғасырлық қанды шайқас болатын. Осы 2 ғасырға жуық шайқастың көп бөлігін Жәңгір ханның ел билеуімен тұспа-тұс келген болатын. Жоңғарлар жалпы Қазақстанға өте қатты зардабын шектірген, көп шұрайлы жерлерді құнарсыздандырып, өздерінің шапқыншылық жорықтарын ұйымдастырған жоңғарлар болған. Енді бұл жоңғарлардың мемлекеттің пайда болғаны туралы қысқаша мәліметтерге тоқтала кетейін. Қалмақ, батыс моңғол тайпаларының түрікше атауы. 14 ғасырдың басында бұл тайпалар ойрат одағын құрған, бірақ 17 ғасырда одақ ыдыраған болатын. 14 ғасырда батыс моңғол тайпалары одағы ойрат деп аталған болатын. 1635 жылы ойрат тайпалары жоңғар хандығын құрған болатын. Жоңғар хандығын алғашқы қонтайшысы Батыр болған болатын. 17 ғасырдың бас кезінде ойрат одағы құлап, бір бөлігі Еділ бойына қарай көшіп кеткен болатын. Кейін бұл Еділ бойына көшкен ойраттар Еділ қалмақтары деген атпен әрі қарай өмір сүрген болатын. 1635 жылы жоңғар хандығы құрылған болатын. Оның ең бірінші қонтайшысы Батыр болған болатын. Қонтайшы деген жоңғарлардағы мемлекет билеушісінің титулы. Жоңғар хандығынан қаупі. Жоңғар хандығы тек қазақ мемлекетіне ғана емес, Қытай мен Ресейдің шекаралық аудандарына да қауіп төндірген. Ойраттар Жетісу мен Қазақстанның оңтүстік бөлігіндегі қолөнері мен дамыған құнарлы жайылымдары жеткілікті егіншілік аймақтарды басып алуға ұмтылған болатын. Осылайша қазақтардың ойраттармен күресі ұзақ мерзімге дейін созылған болатын. Әрбір мемлекеттің бір мемлекетке шабуыл жасауындағы негізгі алдына қойған мақсаттары болады. Сол сияқты қазақ хандығына шабуыл жасаудағы жоңғарлардың мақсаты Жетісу өңірін бағындыру, егіншілік аймақтарды басып алу, сауда жолдарына бақылау орнату, көрші мемлекеттерге қысым көрсету. Енді бір сөзбен айтқанда, ұлан-ғайыр қазақ жерінің басып алып, өздерінің үстемдігін орнату. Басты мақсаты. Салқам Жәңгір 1629 жылда 1652 жылдар аралығында қазақтың хандығында ел билеген болатын. Есімнің ұлы Жәңгір ханның билік құрған кезеңі жоңғарларға қарсы күреспен өтті. Жеке ерлігі мен әскери жетістігі үшін қазақтар оған Салқам Жәңгір деген ат берген болатын. Қашғария моғолдарынан дипломатиялық қолдау таба білді. Қырғыздармен әскери одақ құрған болатын. Тарихта өте Салқам Жәңгірдің ел билік құрған кезіндегі шайқастарының ерекше ерлікпен көзге түскен уақыты Орбұлақ шайқасы. Орбұлақ шайқасы 1643 жылы болған болатын. 1643 жылы ерте көктемде Батыр қонтайшы қалың қолмен қазақ хандығына басып кірген болған. Ойраттар бұл мезгілде кездейсоқ бұл уақытты таңдаған жоқ. Төл алу кезеңінде көшпелілер қыстау маңында қалады, әскерді тез жинау мүмкін емес болған болатын. Осыны шебер пайдаланған Батыр қонтайшы 1643 жылы қазақ жеріне баса көктеп
кірген болатын. Әскер қазақ халқы бұл жерде жауға шабатын жөн түзу, ат жоқ, мінетін қару жарақтар да толық емес. Сонымен қатар жасақ жинап үлгерген жоқ Жәңгір хан. Енді бұның қалың қолға 50 мыңға жуық жоңғарларға Жәңгір хан қалай тойтарыс берді, оларды қалай тоқтатты деген өте үлкен сұрақ туындайды осы кезде. Шайқастың шешуші сәті ең бірінші бұл стратегиялық. 600 адам 50 мың жауынгарға қарсы тойтарыс беру. Қалай? Ең алдыменен Жәңгір хан Салқам Жәңгір бізде соғыс болатын орынды таңдай білуі. Ол бірінші. Яғни географиялық орналасуын алдын ала ойластырып, шешім қабылдай білуі. Яғни бұл жердегі жеңіске жетуінің ең бірінші мақсаты ол бізде географиялық орны, шайқасатын орынды таңдай білуі. Екінші, көмек. Яғни ол оңтүстіктегі орналасқан Самарқанд билеушісі Жалаңтөс Баһадүрге елші жіберіп, әскери көмек беруін өтінген болатын. Үшінші, тактика. Шебер пайдаланды. Яғни осы кезге дейін қолданылмаған окоп қазу тактикасын жақсы жүргізген болатын. Ең бірінші, тау бекінісі. Жәңгір жауынгерлердің жартысына от қарумен тау шатқалында ор қазып бекінуге бұйырған болатын. Екінші, жасырын шабуыл. Өзі 300 адаммен тауда жасырынып, ойраттар шатқалға енгенде мылтық оғымен қарсы алған болатын. Үшіншісі, ол әрине бізде Жалаңтөс Баһадүрден 20 мың қолмен көмекке келуі. Осындай шебер тактиканы, жоспарларды құру арқылы жоңғарларды 50 мың әскерін 600 адам тоқтатқан болады. Нәтижесінде 10 мыңға жуық жоңғарлар қырылған болады. Жеңістің тарихи маңызы, ұлттық мақтаныш. Ойрат әскерін талқандау қазақ тарихындағы ең даңқты оқиғалардың бірі. Дипломатиялық ықпал. Жеңіс көрші мемлекеттермен белсенді саясат жүргізуінен мүмкіндік туды. 350 жылдық мерейтой аталып өтілді. 1993 жылы тәуелсіз Қазақстан бабалар ерлігін құрметтеп, мерейтойды атап өтті. Жәңгір ханнан кейінгі кезең. Жәңгір хан Бұхар хандығымен тыныш қарым-қатынас орнатып, Қашқар хандарымен де тату көршілестікті сақтады. Батыр Қонтайшы қайтадан жорыққа шығып, 652 жылы Жәңгір хан шайқастардың бірінде қаза табады. Бұл шайқаста қазақтар жеңіліп, Алатаудың бөктерін тастап кетуге мәжбүр болады. Қорытындыласақ, Жәңгір ханды 2 ғасырлық күрес. 16-18 ғасырлар аралығында қазақ халқы жоңғарлар басқыншылығына қарсы батыл күрескен болады. Стратегиялық дарын. Жәңгір хан озық әскери тактика мен дипломатиялық одақтар арқылы жеңіске жеткен болады. Ұлттық рух. Орбұлақ жеңісі қазақ халқының бірлігі мен батырлығының мәңгілік символы болып табылады. Бұл жерде картадан Орбұлақ шайқасы 1643 жылы болған болатын. Бұны жоғарыда айтылып өтілді. 50 мың әскерге қалай тойтарыс берілді? Бұл жерде кішкентай картадан көруімізге болады. Яғни тау шатқалынан қалың қол бірден 50 мың әскер өте алмайды. Ақырындап аз-аздап өткен болатын. Ал оны таудың үстінен окоп қазуы, сонымен қатар үлкен тастарды лақтыру арқылы садақ оғымен оларға тойтарыс беріп отырған болатын. Осылай енді шешуші шайқасқа бетпе-бет қоян қолтық соғысқа кірер тұста Самарқанд билеушісі Жалаңтөс Баһадүр өзінің 20 мың қолымен көмекке келген болатын. Осылай бүгінгі сабағымызда Жәңгір ханды толығымен қарастырдық.
келесі сабағымызда қазақтың алтын ғасыры деп есептелетін Тәуке ханды қарастыратын боламыз.